Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай баклажан қосылған икра салатын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 2 бас пияз, сарымсақ, лавр жапырағы, сұйық май, сәбіз және тәтті бұрыш, қызанақ, баклажан қажет және тұз. Ең алдымен жуамызды осылай жарты кольца қылып турап аламыз. Содан кейін сәбізімізді осылай соломка тәріздес турап аламыз. Содан кейін тәтті бұрышымызды келесі баклажанымызды дәл видеодағыдай бұны да соломка тәріздес тураймыз. Енді қызанақтарымызды да ұсақтап турап аламыз. Сарымсағымызды да өте ұсақ етіп турап аламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, туралған көкөністерді рет-ретімен салып қуыратын боламыз. Алдымен жуаменен сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Тәтті бұрышымызды да салып, оны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан кейін баклажанымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, баяу отта қуырамыз. Тұз саламыз. Және ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Қалауыңызша қара бұрыш салсаңыздар да болады. Лавр жапырағы араластырып, баяу отта 35 минут пісіріп аламыз. Салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.